Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сендерге ерекше тапсырма. Мамандық кеше, бүгін және ертең атты эссе жазасыздар. Мысалы, мен сендердің жастарында менің болашақ мамандығым дәрігер деп ойлағанмын. Жігер, ойлаш, ағай бала кезінде дәрігер болуды армандаған. Ал бүгінгі тақырып мамандық кеше, бүгін, ертең. Біз бұрынғы дәрігерлердің жұмысын атқарсақ, қалай болады? Не знаю. Было бы прикольно, по идее. Ассалаумағалейкум, тәуекел. Қалыңыз қалай? Не мәселемен келдің? Тәуекел, менің белім ауырып жүреді. Түнде ұйықтатпайды. Қақсай береді. Не істесем болады? Ұйықтатпаса, онда сен ол құйрықмай жақ. Құйрықмай бүкіл аурудың емі. Құйрықмай ма? Жақсы. Мен тісім ауырып жүреді. Тісіме не істесем болады? Сен ол тісіңе құйрықмай жағы. Тісіме құйрықмай? Құйрықмай жақ, сосын тісің ауырған кеді. Мен басым, аяғым, қолым, тізем барлығы ауырса не істеймін мен? Ендеше оны... Құйрықмай! Ауырып ем іздегенше, құйрықмай жағып, ауырмайтын жол ізде. Жарайды, қоя берші. Қазіргі дәрігерлер қандай жұмыс жасайды екен? Сейчас. Салыңыз. Здравствуйте, проходите. Вакцина паспортын алуға келемін. А вы вакцинировались от COVID-19? Әрине. А COVID-20? COVID-20 алдым, омикронды алдым, дельтаны алдым, альтронды алдым, мегатронды алдым, десептиконды алдым. Аллахатрон. Лохотронды алдым. Хорошо. А какая у нас медицина будет в будущем? Біз екеуміз медицина саласын дамытамыз. Эврика! Мы только что разработали самую эффективную вакцину от всех штаммов коронавируса. На основе құйрықмай! Бұл жұмысымыз бізді Нобель сыйлығына апарады. Біз бұны қалай атаймыз? Эту вакцину мы назовем Курдюквак. Жігер, Мирас, сендер не істеп отырсыңдар? Қандай мамандық таңдадыңдар? Дәрігер.